бұрышын, дәмдеуіштерін салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, жарты сағатқа маринадқа қойып қоямыз. Көп ұстасаңыздар, одан да дәмді болады. Алдын ала қызған майда жақсылап екі жағынан қып-қызыл болғанша қуырып аламыз. Дәл осы қуырылған еттің үстіне, яғни етімізді алып аламыз да, осы майдың үстіне туралған батон нандарымызды салып, жақсылап сухари жасап аламыз. Бұл цезарь салаттың ең басты рөлі осы сухари. Сухари дәмді болса, цезарь салаттарыңыз да дәмді болады. Жақсылап араластырып, 5-10 минут көлемінде осылайына жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін айсберг немесе пекинский капустамызды осындай үлкендеу қылып жапырақтарын кесіп аламыз. Одан кейін етімізді саламыз, майонез және де осындай горчица саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, екі үлкендеу ыдысымызға салып, қызанағын, жұмыртқасын және де үкіштен өткізілген ірімшігімізді салып, сухаримізді әдемі етіп